Тұмау немесе ОРВИ. Бұл сұрақты талқылауымның себебі халық арасында кең тараған пікір маған суық тиді, тұмау тиді деп айтады. Бірақ шынымен тұмау ма ол, әлде бұл жерде басқа вирусты респираторлы ауру ма, оны ешкім бөліп ажыратып қарамайды. ОРВИ дегеніміз, немесе қазақшасы ЖРВИ, жедел респираторлы вирустық инфекция. Жедел дегеніміз атайып тұрғандай жедел, респираторлы дегеніміз тыныс алу жүйесіндегі вирустық инфекция. Сонымен тұмау мен ЖРВИдің айырмашылығына келетін болсақ, жедел респираторлық вирустық инфекция ол ауа тамшылық жолмен берілетін, әртүрлі вирустардан туындайтын және интоксикация, яғни улану белгілерімен көрінетін, тыныс алу жолдарының әртүрлі бөліктерін зақымдайтын, жоғарғы жұққыштық, яғни тез жұғатын, кең таралатын аурулардың тобы. Ал тұмау дегеніміз ауыр интоксикациямен, яғни интоксикация дегеніміз жалпы әлсіздігі, температурасы көтерілуі, еш нәрсеге зауқы соқпай жата беруі, терлегіштік, осындай белгілермен жүреді, және трахеиттің басымдығымен жоғарғы тыныс алу жолдарының шырышты қабығының қабынуымен, зақымдалуымен жүретін жіті вирустық инфекция. Тұмауды инфлюенция тұқымдастығына жататын белгілі агрессивті вирус шақырады. ОРВИдің симптоматикасы, яғни белгілер жағынан тұмауға қарағанда жеңіл өтеді, асқынуларға әкелмейді. Ал тұмаудың ерекшелігі қоздырғыштың ерекше улылығына, зияндылығына байланысты ауыр асқынулар шақыруында. Сол себепті тұмаудың өту ағымын білген жөн. Ол науқастанған адамға дер кезінде уақытылы ем тағайындап, асқынулардың алдын алуға көмектеседі. Енді ОРВИдің немесе ЖРВИдің ерекшеліктеріне келетін болсақ, ол ЖРВИ біртіндеп басталады. Жиі жалпы әлсіздік мазалайды. Тез арада мұрын бітіп, мұрнына су ағу, жиі түшкіру және құрғақ жөтел пайда болады. Дене температурасы 38 градустан артық көтерілмейді. Көздің және тамақтың қызаруы болуы мүмкін. Ағзаның жалпы интоксикациясы, яғни улануы әлсіз болады. Науқастың жағдайы жиі қанағаттанарлық жағдайда болады. Ал енді тұмауға келсек, тұмау ол кенеттен басталады. Санаулы сағаттарда бүкіл ағзаны қамтып кетеді. Дене температурасы 2-3 сағаттың ішінде 39 градустан жоғарылы көтеріліп, 3-4 күн бойы сақталады. Бірден тоңу, қалтырау, бастың әсіресе маңдай бөлігінің қатты ауруы, жарықтан қорқу, бұлшықеттің, буындардың сырқырап ауруы болады. Жөтел тек 2-ші күні басталады және ауыр өтеді. Көздің конъюнктивасының қанталап қызаруы тән. Вирус қан тамырларды зақымдануы себепті қызыл иектен және мұрыннан қан кетуі мүмкін. Ағзаның интоксикациясы, яғни улану белгілері, бағана айтып кеткенімдей, жалпы әлсіздігі, терлегіштігі, ешнәрсеге зауқы соқпауы қатты болады. Тіпті соның себебінен құсу және іш өту болуы да мүмкін. Егер тұмауды дер кезінде емдемесе, ауыр асқынуларға әкеледі. Мысалы, отит, гайморит, бұл дегеніміз құлақтың және мұрынның қосалқы қуыстарының қабынуы, пневмония, бронхит, өкпенің және бронхтардың қабынуы, менингит, бас ми қабықшаларының қабынуы, миокардит, жүрек бұлшықетінің қабынуы және гломерулонефрит, бүйректің шумақшалық аппаратының қабынуы. Осының барлығы бір ғана қарапайым тұмауды дер кезінде анықтап емдемегеннің асқынулары болуы мүмкін. Негізінен көпшілігіміз салқын тиіп қалса, немесе осы ОРВИ мен ауырып тұрсақ, бірден тұмау тиді, тұмау болдым, тұмау болып жатырмын деп солай айтады. Негізінен тұмаумен бір адам 70 жыл өмір сүретін болса егер, тұмаумен 70 жылдың ішінде 3 рет, әр кетсе 4 рет қана ауыру мүмкін. Ал қалған жағдайлардың барлығында ол ОРВИ, яғни ЖРВИ. Енді осы видео арқылы ЖРВИ мен тұмаудың айырмашылықтарын ажырата аламыз. Ал келесі видеода осы екі аурудың емі туралы айтылатын болады.